Сәлем барлықтарыңызға. Бүгінгі раскладымызды қыздарға арнайтын боламыз. Сізді қандай жігіт үнемі ойлап жүреді, яғни сіз кімнің ойынан шықпайсыз, соны көретін боламыз. Бірінші әдеттегідей тек қана өзіңізді ойлаңыз, қандай жігіт сізді ойлап жүр үнемі, соны көретін боламыз. Есімдеріңізді комментарияға жаза кетсеңіздер болады, туылған жылдарыңызды, немесе өздеріңіз іштей дауыстап өздеріңіз атасаңыздар болады. Есімдеріңіз бірінші тек қана өзіңізді ойлаңыз. Сіз шықтыңыз. Королева Пентаклей. Знак зодиакаңыз бойынша Дева, Козерог болуыңыз мүмкін. Бірақ бұл общий расклад болғандықтан біреулеріңізге тура келеді, біреулеріңізге тура келмейді деген секілді. Егер знак зодиакаңыз олай болмаса, егерде сіз өте пысық ана болуыңыз да мүмкін, немесе немереңіз бар адам болуыңыз да мүмкін. Жәндегі отбасыны қамтамасыз ететін, қолынан барлығы келетін, яғни өзінің арманы үшін барлық нәрсені, барлық варианттарды көретін, сондай әйел ретінде, сондай қыз ретінде түсіп тұрсыз. Одан кейін өте жақсы үйдің шаруасында, жұмысты да барлығын жақсы жасайтын, өзіңіздің жеке бизнесіңіз бар болуы да мүмкін бұл жерде көбінесе. Қазіргі сәтте сіз көбінесе су көрсетіп тұр. Қазір сіз ыдыс жуып, немесе кір жуу деген секілді нәрселермен айналысқан болуыңыз мүмкін жақын арада, немесе жәндегі баняға түсу, душ қабылдау деген секілді нәрсе көрсетіп тұр. Енді өткеніңіз кішкене көре кетейік сіздің өткеніңізді. Сіз өткеніңізде, яғни қалай айтсам екен, өзіңіздің керегіңіз үшін көп жәндегі бір жерге қаржы құйғансыз, немесе депозитке, немесе жәндегі үнемі ұзақ уақыттан бері мысалға қарызыңызды төлеп келе жатырған болуыңыз мүмкін, кредит деген секілді бұл жерде. Уже соның шегіне жетіп те қалған болуыңыз мүмкін, немесе әні-міні кредитіңіз аяқталады, яғни қарызыңызды беріп құтыласыз, яғни бір нәрседен босау, яғни бір нәрсенің результаты, осы уақытқа дейінгі салған бір результатыңыздың нәтижесі деген секілді. Егер де сіз ана болсаңыздар, әрине балаңызды жәндегі оқыту үшін тағысын тағы, балаңыз осы жылы диплом алуы мүмкін деген секілді, қызыңыз, балаңыз деген сияқты өзіңіздің өткеніңізде сіз біреуді алдап өзіңіздің пайдаңызды жасауға болатын ситуация болған болуы мүмкін, яғни біреу сізге сенген болуы мүмкін жәндегі. Сіз бірақ ешкімнің көңілін қалдырмай, ондай нәрсеге, жәндегі жаман нәрсеге, искушениеге, дьяволдың искушениесіне бармағандығыңыз көрсетіліп тұр. Немесе бұл жерде көбінесе көрсетіп тұрғаны үшінші адам, яғни кейбіреулеріңізде әртүрлі ситуация көрсетіліп тұр. Яғни досыңыз, құрбыңыз болуы да мүмкін бұл жерде, яғни жақын араласатын адамыңыз сізді бір шатастыруға алып келген болуы мүмкін, мүмкін сізді сатып кеткен болуы мүмкін, жұмысыңыздағы коллегаңыз болсын, яғни сіз жалпы айтқан кезде жақсы араласып жүрген адам, яғни сізді тығырыққа тіреп кеткен болуы мүмкін, көңіліңізді қалдырған болуы мүмкін, нечестный болған болуы мүмкін, сізге солай көрсетіліп тұр. Және де бұл сізге қиынға соққандығы көрсетіліп тұр көбінесе, яғни арқаңыздан пышақ сұққан секілді. Немесе сіз өзіңіздің жұбыңызбен айырылысқан болуыңыз мүмкін, күйеуіңізбен айырылысқан болуыңыз мүмкін, немесе жігітіңізбен айырылысқан болуыңыз мүмкін, немесе жігітіңіз сіздің көзіңізге шөп салды деген секілді, яғни басқа қызбен сөйлескенін білдіңіз, немесе яғни сізге қазір өте ауырға соғып тұрғандығы көрсетіліп тұр. Осы уақытқа дейінгі болған оқиға кейбіреулеріңізде бүгін ертең болды, кейбіреулеріңізде алдыңғы уақытта алдыңғы айда болды деген секілді. Өйткені бұл жерде өткеніңізді көріп тұрмыз. Яғни сізге бұл жерде бір өзіңізге жалғыз болған, жалғыздық қиынға соққан болуы мүмкін. Сот процесіне де байланысты, яғни сізді біреу сатып кеткен болуы мүмкін, көрсетіліп тұр бұл жерде. Жұмыс мәселесі жағы да түсіп тұр қыздар. Бұл жерде общий расклад болғандықтан көбінесе, қалай айтсам екен, көбінесе әртүрлі энергетикалар келіп тұр. Кейбіреулеріңізге кімге актуально,
жүктілік түсіп тұр. Жақын арада жүкті болғаныңызды білген болуыңыз да мүмкін. Немесе бір туысыңыздың жүкті болғанын, немесе бір қыздың, қандай да бір адамның жүкті екендігін естігеніңіз болуы мүмкін. Енді бұл общий форматтағы расклад кімдерге тура келді, яғни 100% мен айтқан бәрі тура келсе ғана бұл сіздің раскладыңыз деген сөз емес. Жоқ, кемінде 4-5 айтқан нюанстарым тура келсе бұл сіздің раскладыңыз. Енді бас тақырыбымызға көшейік. Кім сізді көп ойлайды, үнемі ойлап жүр, кімнің ойынан шықпайсыз. Айта кететінім, одан кейін қыздар, таро картасын мен секілді ашқыларыңыз келсе, үйренгілеріңіз келсе, осы май айының соңына дейін уже 7-8 күн қалды, скидкамен үйретемін. Одан кейін май айынан кейін уже жоғарғы бағада болады. Ол кезде көре жатарсыздар. Қазір скидканы пайдаланып қалыңыздар. Таро картасын мен сияқты ашқыларыңыз келсе, WhatsApp номерге жазыңыздар, таро картасын үйренгім келеді деп. Мен скидкамен сіздерге үйрететін боламын. Барлығын, өзім не білемін, барлығын үйрететін боламын. Майда детальдарға дейін. Енді басты тақырып, кім сізді үнемі ойлайды? Кім сізді үнемі ойлап тұр? Жақын арада бір жақын адамнан айырылған адам болуы да мүмкін бұл жерде. Немесе финанс жағынан бір қазіргі сәтте финанс жағынан бір банкротқа ұшыраған, яғни бір бизнеспен айналысып, яғни ол бизнесі болмай қалған адам болуы мүмкін. Өйткені бұл жерде алға қарай жылжу уже жоқ дегенді көрсетіліп тұр да, өйткені қаржы жағы қойсыраған, солай түсіп тұр. Немесе жақын адамнан айырылған адам болуы мүмкін. Мен сипаттап кетем, яғни сол ер азамат сізді үнемі ойлап тұр. Соны көрейік. Сізден көбінесе жасы кіші болуы мүмкін. Егер де жасы кіші болмаса, жаңағы бұл ер азамат сіздің жаныңызда өзін как будто жаңағыдай, қалай айтсам екен, жас сезінеді деп те айта алмаймын, яғни достойны емеспін деп ойлайды. Мүмкін сіз финанс жағынан одан мықтырақ шығарсыз, жаңағы ақылдырақ шығарсыз, мысалға ол онша ақылды емес шығар деген секілді. Яғни сіздің араларыңызда бір оның дәрежесін сәл бір сатыға түсіретіндей араларыңызда бір нәрсе бар екендігі көрсетіліп тұр. Немесе сіз үйленген әйелсіз, немесе ол бойдақ деген секілді, статус әртүрлі. Ол өзін сіздің жаныңызда төмен санайды. Яғни төмен деген сөз емес ол, бірақ жігіт өзі солай ойлап тұр да, солай түсіп тұр. Немесе жігіт ажырасқан, немесе сіз бойдақ қызсыз, мүлде тұрмысқа шықпаған, сол себепті бұл жерде жігіттің ойында мен одан жаңағы статусым төмен, яғни мен отбасылы болып көргенмін, яғни ол қыз әлі отбасылы болып көрмеген деген секілді сізді шамалы жоғарыға қояды десем де болады. Сіз де ажырасқан болсаңыз да бәрібір сізді шамалы жоғары қояды, ақылдылық жағынан, финанс жағынан. Қандай ер азамат сізді үнемі ойлап тұр? Көрейік. Бұл жерде қандай ер азамат сізді үнемі ойлайды? Болашағымыз жоқ деп ойлайды. Бірақ сонда да жәндегі надеется жігіт, яғни үміттенеді. Бір болашағымыз жоқ, яғни екеуміз бір отбасы бола алмаймыз деген ойды да ойлауы мүмкін, бірақ сонда да мен барлық варианттарды көремін, что бірге болу үшін, қарым-қатынасымызды жаңа этапқа көтеру үшін бір жібергім келмейді дегенді көрсетіліп тұр бұл жерде. Жігіт, егер де сіздер қазір араларыңызда алшақтық болса, жігіт қазір сізге хабарласайын ба, хабарласпайын ба, жазайын ба, жазбайын ба деген секілді мың сан ойда. Яғни сізге бір хабарымды берейін ба, бермейін ба деген секілді сондай ойларды көп ойлап тұр. Көбінесе бұл жігіт екеулеріңіз араларыңызда қазір малшанка болуы мүмкін. Өйткені үнсіздік көбінесе араласпау түсіп тұр. Анда-санда араласу түсіп тұр да. Одан кейін жігіт жәндегі ортасымен жақсы тіл табыса білетін, ашық, сондай өзінің жәндегі балалары бар болуы да мүмкін бұл ер азаматтың да. Егер де баласы жоқ мүлде дейтін болсаңыздар, онда
көбінесе бұл болашақта яғни балалы болуды көп ойлайды көбінесе. Немесе сізге өзінің болашақ баласы болса, балам болса үйтем бүйтем деген секілді сондай нәрселерді айтқан болуы мүмкін. Яғни отбасылық өмірді туралы айтқан болуы мүмкін. Немесе шынымен өзінің отбасылық өмірі туралы сізге айтқан болуы мүмкін, балалары туралы деген секілді. Сол ер азамат сізді үнемі ойлап тұр. Болашақта жігіт көбінесе тұрақтылықты қалап тұр, отбасылық өмірді. Бұл жерде жігіт отбасылы болуы да мүмкін, қыздар көбінесе. Өйткені отбасы картасы түсіп тұр. Жігіт қазір жәндегі болашағын білмеймін деп ойлап тұр. Отбасы бар болуы да мүмкін, немесе сізден кеткісі келмейді, яғни сіз екеуіңіздің араларыңыздағы тұрақтылықты бөлгісі келмейді. Өйткені бұл жерде жігіт ұнатамын деп түсіп тұр сізді. Қандай жігіт? Бұл жерде жігіт сырт көзге жәндегі ашулы, шыдамсыз және түрі сұстылау болып көрінгенмен өте сезімтал десем де болады. Жәндегі түс жори білетін, немесе жәндегі алда уақытта не болатынын сезіп қоятын, біліп қоятын адамдардың да энергетикасын бірден сезетін, яғни мына адаммен араласуға болады, мына адаммен араласуға болмайды деген секілді сондай адамдарды тани білетін, үнемі ізденістегі, мысалы бұл жігіт психолог болуы мүмкін, мысал ретінде айтып жатырмын, чтобы сіздерге түсінікті болу үшін. Жазушы болуы да мүмкін, өйткені духовно жағынан жігіт өте терең ақылды болып тұр. Бірақ сонда да жаңағы айтқандай сізді өзінен жоғары қояды. Қандай жігіт сізді үнемі ойлап тұр? Айтып отырмын ғой, қазіргі сәтте финанс жағынан бір тоқырауға ұшырап тұрған ер адам болуы да мүмкін, немесе картасы блоктағы ер адам болуы да мүмкін, чтобы сіздер нақтырақ білу үшін мысалға карточкалары блокта, аресте деген секілді болуы да мүмкін. Өйткені бұл жерде қаржы жағынан, яғни шотқа түсетін ақшалардың, яғни ақшаларды ала алмау, немесе жәндегі бір тұрақты айлығы жоқ сондай ер адам болуы мүмкін, официально жұмысы жоқ ер адам болуы да мүмкін. Бұл жерде тек қана өзі жеке айналысатын өзі сондай адам болуы да мүмкін. Жеке шаруасы бар деген секілді да. Ал егер де жаңағыдай өзінің тұрақты айлығы бар, ешқандай аресте емес десеңіздер, шоттары бұғатталған емес десеңіздер, онда бұл жігітте қазір финансовый, қаржылық жағынан шамалы тоқырау болып тұрған, солай түсіп тұр. Және де екеулеріңіздің араларыңызда қазір ешқандай байланыс жоқ секілді көрсетіліп тұр. Как будто екеулеріңіз екі жақта түсіп тұрсыздар. Жігіт мүмкін басқа қалада, басқа мемлекет, басқа планета деген секілді. Сол жағы қазір қиынға соғып тұр. Үнемі сізді ойлап тұр, және де бұл жігіт сізді басқа біреумен қарым-қатынас жасап жүрма, яғни менен басқа адаммен қарым-қатынас жасап жүрма деген секілді ойларда көп жігітте қиын, яғни сырттан сізді бақылау, сырттан бақылап тұр. Егер де екеулеріңіз бір көшеде тұратын болсаңыздар да, көрші тұратын болсаңыздар да, бұл жерде жігіт екеулеріңіз араларыңызда және байланыс жоқ, араласу жоқ болып тұр да. Жігіт менен басқа адамдармен араласып жатыр ма, білмеймін, мен нақты ол туралы хабарым қазір жоқ болып тұр деп тұр. Яғни құпия болып тұрсыз сіз жігітке қазіргі сәтте. Немесе сіздің партнеріңіз бар болатын болса, жігіт өте қатты қалайды, сіз жәндегі күйеуіңіз бар болатын болса, күйеуімен қандай отношениеде, соны білгісі келеді. Шын мәнінде күйеуіңізді жақсы көресіз бе, жақсы көрмейсіз бе? Яғни сол тұр. Қыздар, бұл общий расклад болғандықтан әртүрлі ситуациялар көріп сезіп тұрмын. Және сіз бұл жігіт үшін қалай айтсам екен, сұлу, керемет қыз ретінде көреді, сондай әйел ретінде көреді. Сізге байланып тұр. Сізге бірақ қазір жаза алмай тұр, белгілі бір себеппен. Өйткені бұл жерде дьявол карта шығып тұр. Жігітте магияның әсерінен сізге жаза алмай отырған болуы да мүмкін, хабарға шыға алмай отырған болуы да мүмкін, араларыңызда магия бөліп тұрған болуы мүмкін. Қыздар, бұл общий расклад болғандықтан
общий расклад болғандықтан нақты 100%-ға бұл расклад айтқан бәрі тура келеді деп айта алмаймын. Егер де қаласаңыздар, жеке аштырсаңыздар болады. Одан кейін бұл жерде жігіт екі энергетикада келіп тұр. Кейбіреулеріңізде жаңағы любовник болуы мүмкін, немесе жай жүріп жүрген жігіт болуы мүмкін. Солай түсіп тұр. Жалпы сізді басқа ер адаммен қарым-қатынас жасап жүр ма, не болып жатыр деген секілді жігіттің ішінде от, алау, қызғаныш, яғни сізге барғысы келіп тұр, бірақ араларыңызда какой-то бір бұғат болып тұр. Бұл магия болуы мүмкін, бұл бір-біріңізді блокқа салу болуы мүмкін, немесе бір-біріңізге деген манипуляция, сол блок болып тұр екеуіңіз араларыңызда. Сіз хабарға шықпайсыз, гордаясыз, ол да тірлігім жұмысым көп деген секілді, хабарға шықпау деген секілді. Енді раскладтың соңында қыздар я жоқ дегенді көреміз. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Дәстүрге сай ойлаңыздар. Сұрақ білетін шығарсыздар, қалай ойлайтындарыңызды. Я немесе жоқ деген жауап беретін сұрақ қоясыздар. Мысал ретінде айта кететін болсам, тағы да мен бүгін кешке жол жүремін бе деген. Мысал ретінде да. Сіздер өздеріңіздің сұрақтарыңызды ойлаңыздар. 3 вариант таңдаймын. 1, 2, 3. Бірінші вариант таңдағандар 100%-ға я деген карта түсіп тұр. Екінші вариант таңдағандар жоқ деген карта түсіп тұр. Үшінші варианттағылар екі ойлы. Яғни сіздердің действиелеріңізге байланысты. Мысалы, бір жерге барам ба деп тұрсаңыздар, яғни бару бармау сіздердің қолдарыңызда да, екі жақтылық түсіп тұр. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет, қыздар. Сау болыңыздар.